Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы мақтаншақ көлшік. Мақтаншақ, хвастливая лужайка. Көлшік мы с вами переводили небольшое озеро или лужайка. Мақтаншақ көлшік, хвастливая лужайка. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Открыли 87-ю страницу. 87-ші бетте жаңа сөздер бар. Оқимыз, қайталаймыз. Мақтанды, хвастался или хвасталась. Мақтанды, хвастался или хвасталась. Мақтаншақ, хвастун, мақтаншақ, хвастун. Бу пар, кеуіп қалды, высыхает. Кеуіп қалды, высыхает. Енді тағы бір қайталайық. Мақтанды, похвастался. Мақтаншақ, хвастун. Бу пар, кеуіп қалды, высыхает. Келесі біздің тапсырмамыз 87-ші бетте оқы, қайтала. Бұл суретте буға айналды, да? Буға айналды, превратилась в пар. Или превратилась в пар, да? Вода превратилась в пар. Су буға айналды. Су буға айналды. Вода превратилась в пар. Көлшік кеуіп қалды. Көлшік — это лужа, кеуіп қалды, высыхает. Лужа высыхает. Көлшік кеуіп қалды, лужа высыхает. Келесі тапсырма оқылым, екінші тапсырма 87-ші бет. Бұл жерде мәтін берілген, мәтінді оқып аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Прочитай, и вы должны понять содержание текста. Жазда жаңбыр жиі жауады. Летом часто идут дожди. Вспомним слова жаңбыр жауады. Мы с вами говорили, жазда жаңбыр жауады. Қыста қар жауады, да? Зимой идет снег. Жазда жаңбыр жиі жауады. Летом часто идут дожди. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Вокруг колодца появилась лужайка. Ана, мен көлмін деп мақтанды. Она хвасталась, я озеро. Күзде көлшіктің суы азаяды. Осенью вода на лужайке уменьшается. Оның су буға айналады. Ее вода превращается в пар. Ол шөлдейді. Она хочет пить. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Хвастливая лужайка высохнет, высыхает. Құдық қалады, остается колодец. Келесі тапсырма 88-ші бет, айтылым 3-ші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша суреттердің ретін айт. Вы должны по содержанию текста назвать картины по порядку. Первый у нас жаңбыр, дождь. Жаңбыр, дождь. Келесі құдық, колодец. Құдық, колодец. Көлшік, лужайка. Көлшік, лужайка. Бу пар, кеуіп қалады,
высыхает. Қайталаймыз. По содержанию текста говорится про дождь. Дождь, жаңбыр. Құдық. Көлшік. Бу кеуіп қалады. Келесі жазылым 4-ші тапсырма 88-ші бет. Вы должны написать в тетради это задание. Дәптерлеріне жазу керексіңдер. 4-ші тапсырма суреттерді сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыр. Вместо картинок вы должны ставить слова. Жаңбыр жауады. Идет дождь. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Вокруг колодца появилась лужайка. Көлшіктің суы буға айналды. Вода на лужайке превратилась в пар. Көлшік кеуіп қалды. Лужайка высохла. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.